Hello guys, today we are going to talk about first summative assessment tasks, hobbies and the leisure. Бүгін біз 7-ші сыныптың 1-ші тоқсандағы 1-ші БЖБ-сын талдайтын боламыз. БЖБ-ның тақырыбы hobbies and the leisure. First task is listening. Task 1. Listen to two people talking about their free time. Are the sentences true or false? You will listen to the recording twice. Екі адамның арасындағы диалогты оқуымыз керек. Бос уақыттарын қалай өткізетіндігі туралы. Және сол сөйлемде дұрыс па, бұрыс сөйлем бе, соны табуымыз керек. Бұл жерде мен бірден тапсырманы орындап бастаймын. Бірінші. Jack does not love watching sport. Джек спортты қарағанды ұнатпайды. Бұл сөйлем дұрыс емес, false. Екінші, Jack loves horror films. Джек ужас киноларды жақсы көреді. True, дұрыс сөйлем. Үшінші сөйлем, Jack sees his sister every week. Джек әпкесін апта сайын көреді. Дұрыс емес, false. Келесі төртінші сөйлем, Jenny likes Chinese food and Jack loves Mexican food. Jenny Қытай тағамдарын ұнатады, ал Jack Мексика тағамдарын ұнатады. Бұл сөйлем дұрыс емес, false. Бесінші сөйлем, Jenny loves soap operas. Jenny сериалдарды ұнатады. Бұл сөйлем true, дұрыс. Алтыншы сөйлем, Jenny likes flying. Jenny ұшқанды ұнатады. False, дұрыс емес. The next task is writing. Write sentence about your hobby. You should write full sentence. Use some connectors and the linking words but, and, because, when, while, etc. Include the following information. Келесі тапсырма жазбаша. Біз өзіміздің хоббиіміз туралы жазуымыз керек. Толық сөйлем жазуымыз керек және сөйлемде бірақ, және, себебі, қашан, қалай деген сияқты байланыстырғыш сөздерді пайдалануымыз керек. Төмендегі сұрақтарға жауап беру арқылы біз сөйлемдерімізді құрастырамыз. Біріншісіне мысал қарайтын болсақ, what your hobby is? Сенің хоббиің не? Екінші, when and who you usually do it with? Сен бұны, яғни хоббиіңді, қашан және кіммен жасайсың? Келесі сұрақ, why you like doing it? Неліктен сен бұны жасағанды, бұл хоббиді ұнатасың? Is your hobby popular among teenagers? Сенің хоббиің жасөспірімдер арасында танымал ма? Экзамплға назар аударатын болсақ, I like skiing because it is a healthy activity депті. Яғни, мен сырғанағанды ұнатамын, себебі ол өте денсаулыққа пайдалы іс-әрекет деп түсіндірген. Яғни because деген коннекторы байланыстырғыш сөзді қолданған. Осы мысалға ұқсатып, біз өзіміздің хоббиіміз туралы айтамыз. Мендегі бірінші сұраққа жауап. What your hobby is деген. I like reading books because it helps me to open my mind. Мен кітап оқығанды ұнатамын, себебі ол менің кругозорымды кеңейтуге көмектеседі. Мен бұл жерде өзімнің хоббиімнің не екенін айттым, сұраққа жауап беріп, және because деген коннектор байланыстырғыш сөзді пайдаландым. Келесі екінші сұрақ, қашан және әдетте кіммен орындайсың хоббиіңді? Менің жауабым, I usually read books alone at the weekends. Мен әдетте жалғыз өзім отырып, апта соңындағы демалыс күндері оқимын кітапты, я? Немесе I usually read books alone in my free time. Мен әдетте бос уақытымда жалғыз отырып кітап оқимын. Келесі сұрақ, why you like doing it? Сен неге, неліктен кітап оқығанды ұнатасың, я? Because it expands your vocabulary, strengthens your thinking abilities, and increases your imagination. Себебі кітап оқу сөздік қорыңды кеңейтеді, ойлау қабілетіңді күшейтеді және елестету қабілетіңді жақсартады. Және соңғы сұрақ, is your hobby popular among teenagers? Жасөспірімдер арасында сенің хоббиің танымал ма дейді. Менің бұған беретін жауабым, it was popular
pastime, but nowadays it is not so popular among teenagers. Бұрындары кітап оқу танымал болатын, бірақ қазіргі күнде жасөспірімдер арасында онша танымал емес. Осымен БЖБ-ға талдауымыз аяқталды. Егер саған ұнаса және пайдалы болса, лайк қойып, маған тіркелуді ұмытпа. Алда тағы талдаулар көп болады.